Міржақып Дулатұлының «Оян қазақ» атты киносы болып жатыр дегенді естігеннен кейін киноға барамын деп шештім. Бүгін шешім қабылдадым. Негізі менің киноға баруым өте бір қызық болды. Өмірімде мүлде кинотеатрға киноға барып көрмеппін. Кіші кезімде үнді фильмдеріне ғана барыппын. Менімен бірге кім киноға барады десем, ешкім жоқ сол кезде. Қазір біздер үнемі бірден айтқан кезде, үнемі бір жақсы жағын айтуға тырысамыз. Қазір мен өзіммен гармонияда болу үшін, ішіндегі өмірге деген махаббатымды ояту үшін қалай бар сол күйінде айтып жүрмін. Осының арасында бір жылап алдым. Өзімді бір жалғыз сезініп, бірақ Айжамал ханым шықты, мен сізбен бірге киноға барамын, сізді жұмыстан алып кетемін деп алғыс айтам. Оған бізде эустресс, дистресс деген болады. Дистресс бізде ұзақ уақытқа уайымдап жүру, ол бізге ауру әкеледі. Эустресс деген ол біздің бір қысқа түрде болатын, біздің орнымызда қозғап алатын стресс, сондай стресс болды менде. Орнымнан қозғап өмірге деген басқа жақсы жолмен жүруге, жақсы бір тура жолмен жүруге сондай қысқа түрде стресс болды. Енді біз ата-бабаларымыздың есімізге алатын, алаш ардақтыларын ардақтайтын сондай қазақ халқымыз ғой. Қарға тамырлы қазақ үшін, айбарлы алаш, алты алаш үшін жанын қиған, шыбын жанын шүберекке түйіп, бозторғайдай шырылдап қоғам қайраткері болып, және қазақ әдебиетін дамытып ұрпақтарына баға жетпес осындай білімдерді қалдырып кеткен Міржақып Дулатұлы бүгін «Оян қазақ» атты фильм болып жатыр. Қазір қараймыз, біздің қазағымыздың сондай қанында қазақ қаны бар азаматтар түсірді деп ойлаймын, ұнайды деп ойлаймын. Міржақып Дулатұлы 1885 жыл 25 қазанда бұрынғы Торғай облысында дүниеге келді. Әкесі Дулат дәулетті адам болған, баласын, кіші баласы Міржақыпты осындай білім жолына берген. Осындай аталарымыз бар біздің, ал ұрпақтары біздер жалғыз қалдым киноға баратын деп уәдіміз. Сондықтан да «Оян қазақ», «Оян қазақ» осындай киноларымыз көп бола берсін, қазақтарымыз ояна берсін.